Жыл толды анамызды жерлегелі, еркелеп құшағына енбегелі. Жарық өмір сыйлаған әз анамыз, бар жақсыны бізге тек берген еді. Анамыздың ғұмыры толған аңыз, болалдық па білмеймін қолғанады. Көңіл шіркін сағынып ананы іздеп, анашым деп бүгінде толғанамыз. Жан еді ғой анамыз, жаны ізгі, қатты жақсы көретін бәрімізді. Санамызға сіңіріп бар ақылын, салып кетті өмірлік жолымызды. Мейірбан бар ағайын туысқа да, ешкімге қатты зекіп ұрыспаған. Анамыздың еңбегі деп білеміз, өмірдегі біз басқан дұрыс қадам. Анамыз Көпжасарова Нәсіп 1936 жылы 10 қазан күні Көпжасар ата мен Назым әженің шаңырағында Бақсай ауданының 9 ауылында дүниеге келген. Осы ауылда интернат үйінде жатып 1954 жылға дейін дәріс алды. Кейін көрші Қызылүй орта мектебін ағасы Хайролла мен жеңгесі Мақаштың қолында тұрып 1954-1956 жылдары мектепті тамамдаған. 1959 жылы Бақсай аудандық кітапханасына меңгерушілік қызметке ауысады. 1961 жылы Нәсіп анамыз Бисекен әкемізбен отау құрып, Мұхаммедқали ата мен Меңдеш әженің шаңырағында келін болып түседі. Тұрмысқа шығуына байланысты 1964 жылы Таңдай орта мектебінің кітапханасында жұмысқа тұрады. 1964-70 жылдары Гурьев педагогикалық институтының сырттай бөліміне тарих пәні мамандығы бойынша аяқтайды. 1972 жылы Таңдай орта мектебінің жанындағы интернатта тәрбиеші болып жұмыс жасайды. 1978 жылы бастауыш сыныптарда мұғалім болып жұмыс жасады. Анамыз бастауыш сыныптарда жетекшілік еткен сынып шәкірттері әлі күнге анамызға деген шәкірттік құрметін жоғалтқан емес. Анамыз 1987 жылдан бастап жоғары сыныптарда тарих пәні мұғалімі болып жұмыс жасады. 1987 жылы 24 ақпан күнгі Гурьев халық депутаттары кеңесінің шешімімен еңбек ардагері медалімен марапатталды. Мұхаммедқали атамыз ел жұртына сыйлы, молдалығы да бар, еңбегімен елге танылған кісі болған. Үкіметтен алған медаль марапаттары да сол ерен еңбектерінің бір куәсіндей. Әжеміз Меңдеш те аса бауырмал, ағайын туғанды іздеп отыратын мейірімді жан еді. Барша туғанның баласын бауырына тартып отыратын балажан кісі еді әжеміз. Міне осындай абзал жанда ата-енесінің алдында Нәсіп анамызда келіндік міндетін адал атқарып, тек жақсы сый құрметімен көріне білді. Анамыз дүниеге Абай, Жалғас, Жолдас, Талғат, Асқат, Самат атты 6 ұл және Гүлжихан атты бір қыз әкелді. Анамыздың өз перзенттеріне деген мейірім ықыласы ерекше еді. Бала кезімізде әрқайсымызды еркелетіп, қатты ұрсып жекуді білмейтін. Кейін өсе келе біздермен сырласып әңгімелесіп отыратын. Өзінің көрген білген өмір жолындағы естеліктерді айтып отыратын. Анамыз шебер тоқымашы да еді. Қолы босай қалса, осы қол өнерімен айналысып отыратын. Бізге тоқыған жүн кеудеше нәскелерінен басқа ол кісінің түрлі түсті жіппен тоқыған шағын төсеніштері де болды үйде. Анамыз өз перзенттеріне тек аналық мейірімін ғана емес, мектептегі ұстаздық тәрбиесін де сіңіре білді. Біздің сабағымызға, білімімізге қатты көңіл бөлетін. Анамыздың тек үйде және қызметте ғана емес, барша ағайын туыстардың ортасында да алар орны ерекше еді. Анамыз өзінің Қалжан апамыз секілді абысындары мен Қанат Галия, Амантай Мәнсия, Болат Күлсім секілді қайны келіндерімен сыйластықта тату-тәтті өтті. Жеңгелей беркелеп тұратын Карима,
Калима, Жеміс, Тойған, Бақыт секілді қайын сіңлілері де бар еді. Жаппастар әулетіне қарасты барша жақын жуық ағайын туыс арасына анамыз біреуге келін, біреуге жеңге, біреуге абысын болып сый құрметінде әзілінде жарастырып жүретін. Анамыздың жағындағы нағашы ауылдың өзі бір төбе. Барша нағашыларымызбен нағашы жендік әзіл қалжыңымыз, сыйластығымыз бір үзген емес. Тайсойған ауылындағы марқұм Сағын нағашымыз қандай еді? Кулагено селосынан марқұм Хайрош нағашымыз келіп емен жарқын әңгімесін айтып, қона жатып кетуші еді. Анамызды Нәсіпжан деп еркелетіп отырушы еді. Осы әулеттерден тараған Сәрсенбай, Түсіп, Лиза, Зоя, Сара, Сәнжан, Света, Сейтжан, Нұрлан, Досжан, Сұлтан, Зүлфия секілді ұл қыздарымен әлі күнге нағашы жендік жолымыз, сыйластығымыз жалғасын тауып келеді. Анамыз перзенттерін өсіріп, өндіріп ұлдарын ұяға, қыздардың қияға қондырады. 6 ұл, бір қызынан немере, жиен, шөбере сүйеді. Бүгінде ұлдары да, қыздары да бір шаңырақ иелері. Өмірден өз жолдарын тауып, әртүрлі салада еңбек етіп жүр. Әкеміз Бисекен мен екеуі Жалғансай ауылы, Шымкент, Маңғыстау облыстарынан, Дамбы, Бесікті, Алға ауылдарынан келін түсіріп, қол ұзарта Атырау қаласына қыз ұзатып, құйрық бауыр жеп, құрметтескен сыйлы құда-құдағилар болды. Гүлжамал, Гүлнар, Қарлығаш, Бақытгүл, Мәншүк, Нұргүл атты келіндері, Талғат есімді күйеу балдары бар. Анажан, шаңыраққа болдың пана, жамандық қылмаушы едің ешбір жанға. Амал не, жоқсыз бүгін ортамызда, сағындық ана, сізді баршамызда. Жан ана, ұл қызыңның тірек едің, тірі болсаң жарқылдап жүрер едің. Болмасаң да бүгін біздің жанымызда, айтқан сөзің, тәтті күлкің жадымызда. Жұбанышпен жанымыз жабырқаулы, сағынышпен туғандары еске алады. Өзіңізбен өткен күндер жадымызда мәңгіге сақталады. Ата-анамызға қадірменді құда-құдағай болып өмірден өткен Махамбет Қалиев құда мен 15 құдағайдың ұрпақтары, яғни жиендер, бүгінгі күні біріне үлкендерге ұлағатты келін, іні қайныларына асыл жеңеше, ұлдары мен қызына асыл ана, жиендері мен немерелеріне аяулы әже болған Көзсар қызы Нәсіп апамыздың жылдық кәдесін өткізіп отыр. Мен Жантілегұлы Қамдулла осы жерде жарыққа келіп, күні бүгінге шейін осы жерде өмір сүріп отырған адаммын. Махамбет Қали қатпен менде шереміз, біздің әкеміз Жантілек екеуі қатты жақын дос адамдар болды, көңілдес адамдар болды. Солай тату шемеде бірге дәм татқан адамдар еді, бірге өмір сүріп, солардың балдары. Біреуі Бисекен. Екеуміз құрдас болдық, балағаннан бірге ойнап, бірге өсіп, бірге өмір сүрдік. Содан оқуға кетті. Мектеп бітіргеннен оқуға кетті. Қайтып келіп,
ата анасының қолына келіп семья құратын мезгіл болды. Ол жақтың ата аналарымен келісіп көкжасарға нәсіп дейтін азаматшаның бас қосты. Жақсы семья басы болды. Әке шешесінің сыйлы қонақтары үйіне қонақ болып келгенде қабақтарын шытпай қарсылап алып, күліп шығарып салды. Сондай жақсы атаққа ілінген семья адамдар болды, ұрпақ өсірді. Алты ұл, бір қыз бала дүниеге келді. Бәрін де оқытты, тоғытты. Бәрін де жеткізді, үйлендірді. Әрқайсысы әр шаңырақтың иесі болып қазір осы ортамызда жүріп жатыр. Апамыздың жатқан жері жайлы болсын, алды пеш, арты кеніш болсын дейміз. Апамыз біздің әулетіміздің қазіргі үлкені болғандықтан бізге аса сыйлы еді, аса қымбат еді. Ол кісіні әрине бәріміз де қимаймыз, бірақ Алланың пәрменіне ешкімнің де шарасы жоқ қой. Сондықтан бәріне де көнеміз. Бала күннен бірге өсіп, бірге жүрген, бер жағында жаңа үйлену деген сияқты. Мұқамбағали қарттың шаңырағындағы қуанышты жағдай, қайғылы жағдай барлығы болса, бірге болдық, бірге атқардық. Сондай адамдар еді. Енді мына ұл қыздарына, жиендерге айтатыным, апамның аналарын арулап, ақ жуып арулап қойып, бүкіл барлық қаделерін ұйымшылдықпенен өткізіп жатыр. Сондықтан жиендерге мыңда бір алғыс, өркендеріңіз өссін, аман болыңыздар, ұрпақтарыңыздың қызығын көр деп айтамыз нағашылар атынан. Осы қадеге, жылдық қадеге қатысып отырған жамағат барлығыңыздың да қадамдарыңызды сауапқа жассын, қазаның арты қайырлы болып, арты жарасын демекпіз. Қош нәсіп арамыздан, алдыңнан жарылғасын.